Бүгін сіздерге екі бағытта қозғалысты түсіндірем. Екі бағытта қозғалыс дегеніміз, мысалға көкжиекке бір бұрыш жасап лақтырады ғой бір затты. Ол былай қарай шығады, мысалы осындай траектория бойынша. Және осыған байланысты сіздерге есеп берілуі мүмкін. Байқағаныңыздай, мына траекторияның әрбір точкасында екі түрлі жылдамдық болады. Біреуі X бағытында, біреуі Y бағытында. X бағытындағы жылдамдық ол барлық жерде бірдей болады. Себебі оған ешқандай күш әсер етпейді. Ал Y бағытындағы жылдамдық ол мысалы жоғарыға ұшып бара жатыр ғой. Ол азаяды. Басында мына жерде V0Y, оның кейін VY, мұнда келген кезде VY 0-ге тең. Ең жоғарғы нүктесінде VY 0-ге тең. Бірақ ода V0X бар, бұлай қаратай. Мына жерге жеткен кезде VY не істейді? Төмен бағытталады. Және бұл мына жермен салыстырған кезде кішкене үлкенірек болады. Ал мына жерге жеткен кезде оның жылдамдығы төмен бағытталған және мына алғашқы жылдамдықпен тең болады. Себебі екеуі бір биіктікте. Мына екеуінің жылдамдығы тоже бірдей болады, бірақ бағыттар әртүрлі. Мынанікі жоғары, мынанікі төмен. Ал қайталап өтем. Мына X бағытындағы жылдамдық ешқашан өзгермейді. Енді формулаға келетін болсақ, X бағытындағы жылдамдықтың мәні өзгермейді, яғни үдеу жоқ. Сол үшін де біз осы формуланы қолданамыз. X тең V0 xt. V0 бұл жерде мысалы косинус альфа t. Бұл жердегі угол мына біреу, альфа дегеніміз осы угол. Ал X дегеніміз ол мына жерден бастағандағы, мысалы 1 секундта ол мына жерде болса, осы бір дистанция. Мына дистанция емес, мына дистанция емес, мына бір дистанция. 2 секундта алатын болсаңыздар, ол көбейеді ғой. Ол где-то мына жерде болады. Яғни мына дистанцияны есептейсіздер. Ал Y бағытындағы жылдамдықтың формулаларына келетін болсақ, ол мен сіздерге түсіндірген бағанағы 3 формулаға сәйкес келеді. Тек қана өзгерген зат не? V-дің орнына VY жазасыз, ал V0-дің орнына V0Y жазасыз. Қалған бәрі бірдей. Өздеріңіз байқағаныңыздай. Кешіріңіздер, мұнда қате екен. Плюс немесе минус. Осы формулалар жазып алсаңыздар болады. Енді қараңыздар. Бізде жылдамдық былайда. Бізге не белгілі? Жылдамдық белгілі. Және мына угол альфа белгілі. Енді бізге V0X пен V0Y-ды табу керек. Егер бізде альфа бұрышымыз мына жерде болатын болса, V0X былай ғой. V0X. Бұл неге тең болады? V0 косинус альфаға тең болады. Ал V0Y, ол бізде былай қаратай бағытталған. Ол V0 синус альфаға тең болады. Ал енді қараңыздар. Кейбір жағдайларда сіздерге V0Y және V0X берілген болуы мүмкін. Сіздерге және мына V-ді табу керек болады. Ол кезде қалай табасыздар? Пифагор теоремасы арқылы. V0Y квадрат қосылған V0X квадрат. Осы Пифагор теоремасын қолдану арқылы табасыздар. Себебі мынау тік үшбұрыш.